Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ыстық дүниелерді ұстауға арналған салфетканың түрін тоқып үйренетін боламыз. Ең әуелі менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де менің жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қоюды ұмытпаңыздар. Әдеттегідей тоқымамызды бастаймыз. Осылайша 4 ілмек іліп алатын боламыз. Үшеуі биіктікке, біреуі ілмек ретінде пайдаланамыз. Бір ораммен осылай бағандар жасаймыз. Баған жасаймыз, бір ілмек ілеміз және баған жасаймыз. Осылайша барлығы бізге 12 баған қажет болады. Он екі бағанымызды жасап алдық. Енді жібіміздің ұшын түйіндейміз. Енді тоқымамызды екінші жібімізбен жалғастыратын боламыз. Тоқымамызды ары қарай жалғастырамыз. Осылай 3 ілмек іліп аламыз және бір ораммен бағандар жасайтын боламыз. Төрт баған жасап аламыз. Төрт баған жасап алғаннан кейін бірінші бағанмен төртінші бағанның бастарын түйістіретін боламыз. Және 2 ілмек ілеміз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бірнеше рет көрсетіп өтейін. Мұқият қарап алыңыздар. Осылайша тағы да 12 баған жасап аламыз. Гүліміз дайын болды. Енді оны ары қарай жалғастырамыз. Осылай бағашамыздың ортасынан өткізіп, жібімізді жалғап аламыз. Енді ары қарай жалғастырамыз. Осылайша 3 ілмек іліп, бір ораммен 3 баған жасайтын боламыз. Үш баған жасап алдық. Енді келесі ілмектен іліп,
Тағы да 3 баған жасаймыз. Бұл жерден бұрыш шығарғандықтан біз тағы да 2 ілмек іліп, дәл осы жерден тағы да 3 баған жасайтын боламыз. Енді ары қарай 4 баған жасаймыз. 3-3-тен осылай 4 қатар жүріп өтеміз. Міне 2 бұрышымызды шығардық. Осылайша 3-3-тен 5 баған жасап алдық. Енді 3 бұрышымызды да жасап алдық. Осындай 3 бұрыш тоқыма пайда болды бізде. Енді ары қарай жалғастырамыз. Тағы бір қатар жүреміз. Ол үшін бізге бағанымызды дәл тоқымамыздың ортасынан шығару керек болғандықтан осылай жібімізді жылжытып аламыз. 3 ілмектілдік. Енді 2 баған жасаймыз. Енді бұрышымызды тоқимыз. Бұл жерге бізде 3-тен 6 баған жасайтын боламыз. Енді осылай бір қатарды жүріп өтеміз. Міне жүріп алдық. Бұл жерде бізде 6 қатар жүрдік. 3-тен 6. Әрбірінде 3 бағаннан 6 баған. Осындай үлкен 6 баған жасап алдық. Енді шетін бір ілмекпен жүріп шығатын боламыз. Бұрышына келгенде 2 ілмек іліп аламыз. Міне осылайша шетін жүріп шығамыз. Жүріп шықтық. Сонымен біздің тоқымамыз дайын. Назарларыңызға көп рахмет.